достар, қалдарыңыз қалай? Ал бүгін мен сіздерге өзімнің үйде отырып жұмыс істеп отырған өзімнің онлайн бизнесімді, яғни саяхатшылар клубында қалай ақша тауып жатырмын, және де қалай ақша табуға болады, және де қалай өзіңнің ақшаларыңды көбейтуге болады, яғни табысыңды көбейтуге болады. Сол туралы бүгін айтылатын болады. Ал кеттік. Мен сіздерге алдыңғы видеода айтқан болатынмын, негізі әр адам, мысалы, әр адам басына сіздің атыңыздан кірген адамдарға сіз $20 аласыз, иә? Ал одан кейін біздің уровеньге көтерілу дегеніміз бар, яғни сіз уровеньге көтерілген сайын сіздің айлық табысыңыз да көтеріліп отырады. Ал енді біз ең бірінші, ең алғашқы уровеніміз бұл маркетинг директор. Маркетинг директорда сіздің товар оборотыңыз $3000 жеткен кезде сіздің айлық табысыңыз, әр ай алатын табысыңыз $600 болады. Одан бөлек сіздің 2 рет бонус аласыз. $300-300-дан $600 бір рет қана алатын ақша бонус деп аталынады. $600 бонус аласыз. Одан бөлек сіздің сізге айлық табыс болады, ол $600. Оны сіз ай сайын аласыз. Ол маркетинг директорға біз қалай жетеміз? Маркетинг директорға, мысалы, сіз $3000 сіздің товар оборотыңыз болған кезде сіз маркетинг директор боласыз. Мысалы делік, бір адам $500 кірді. Өзі үшін, саяхат үшін ол ешқандай жұмыс істемеймін, мен адам тіркемеймін деуі мүмкін. Мысалы, ол для себя өзі үшін саяхатқа барғысы келеді. Немесе бір адам $200 кірді. Дәл солай жиналады. Яғни $500, $200-дан барлығы жиналған кезде, барлығын есептеген кезіңізде, оның барлығы $3000 жеткен кезде сіз маркетинг директор болып табыласыз, және де сіздің айлық табысыңыз айына $600 болады. Одан соң, мысалы, сіз айтуыңыз мүмкін, мен қалай $3000-ға қай кезде адам жинап болам деген сияқты, иә? Негізі ол любой адамда кездеседі. Мысалы, сіз бір адамды тіркедіңіз, ол адамды дәл сіз сияқты тегін саяхатқа барғысы келеді. Сол тегін саяхатқа барғысы келеді, ол да дәл сіз сияқты 5 адамды міндетті түрде өзінің жақыны болуы мүмкін, кластасы болуы мүмкін, группаласы болуы мүмкін, разница жоқ. 5 адамды тіркегенде оның барлығы сіздің команда болып есептеле береді. Неге? Өйткені ол адамдардың барлығы сіздің астыңызға жазылғаннан кейін, олардың барлығы сіздің команда болып есептеледі. Солардың барлығын есептеп отырып, $3000 жеткен кезде, яғни сіздің товар оборотыңыз $3000 болған кезде, сіз маркетинг директор боласыз. Достар, енді мен екінші уровеньді айтатын боламын. Екінші уровеньде сіздің айлық табысыңыз $2000 болады. $2000 болғаннан кейін, уже сізде ешқандай қиындықсыз жұмысқа бармасаңыз да қорқыныш болмайды. Ал ол сеньор маркетинг директор. Ол сеньор маркетинг директор болу үшін қалай оны білеміз? Сіздің өзіңіздің саяхатыңыз бар, одан кейін сіздің командаңызбен бірге, яғни сіз ғана емес, сіздің бүкіл командаңызбен бірге саяхаттайтын ақшаларыңыз есептеледі. Солардың барлығы $10,000-ға жеткен кезде сіз міндетті түрде, қаласаңыз да, қаламасаңыз да, сеньор маркетинг директор боласыз. Сіздің айлығыңыз міндетті түрде $2000-ға көтеріледі. Ай сайын алатын ақшаңыз, одан бөлек бір реттік бонус бар, $2000. Ал үшінші региональный директор. Региональный директор болған кезіңізде сіздің айлық табысыңыз $5000 болады. Бұл үшінші уровендегі. Ал төртінші уровеніміз бұл біздің национальный директор. Национальный директор болған кезіңізде сіздің айлық табысыңыз $10,000 болады. Ал бесінші бұл уровень, бұл интернациональный директор. Интернациональный директор болған кезіңізде сіздің айлық табысыңыз $20,000. Экзекутив директор деген бар, бұл уже 6-шы уровень. Бұл кезде сіздің айлық табысыңыз $50,000. Борт директор деген бар. Сіз борт директор болған кезіңізде, уже сіз міндет жұмыс істемесеңіз де болады, потому что сіздің командаңыз уже өте көбейіп кетеді. Әр адам өздері жұмыс жасап, сіз былайша да көтеріле беретін боласыз. Сіздің $140,000 болады.
Ал амбассадор директор бұл біздің $240,000 аласыз. Ең соңғы бұл роял амбассадор деп аталынады, ол $340,000 алады. Яғни бұл осы компаниямыздың біздің өзінің системасы бар, яғни тұрақты система. Любой адам кім келсе де дәл сол системамен жұмыс істейді. Ешкімді бұл жерде алалап біреуге көп ақша беру, біреуге аз ақша беру деген жоқ. Егер сізге де қызық болса, комментарийма саяхат деп жазып кетіңіздер, міндетті түрде сіздерге сұрақтарыңызға жауап беретін боламын.